Ассаламу алейкум, құрметті менің досым. Қазақ мұсылман блогы каналына қош келдің. Сенімен бірге мен Мейіржан. Күллі мұсылман жұртшылығына қасиетті етіп берілген Рамазан айы да келіп қалды. Енді осы Рамазан айын дұрыс құлшылықпен, дұрыс ораза ұстап, және де орасан зор сауаптардан махрум қалмас үшін мен сенімен және барша мұсылман жұртшылығына 3 амалды айтып, сол амалмен бөліспекшімін. Енді осы 3 амалды бөліспей тұрып, айтпай тұрып, менің каналымды қолдау мақсатында тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және де жақсы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетуіңді сұраймын. Ал егер осы айтылған нәрселерді істеген болсаң, онда қасиетті ораза айында саған және маған және барша мүмин мұсылмандарға істелінуі керек. Ең бірінші амал ол ықыласпен ораза ұстауымыз керек. Егер ықыласпен ораза ұстау баршамызға нәсіп болатын болса, онда Аллах Тағала біздің өткен кеткен күнә қателіктерімізді кешіріп жібереді екен. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің шарапатты хадисінде былай дейді: "Мән сама рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби." Кім осы Рамазан айында иманмен және де сауабын Алладан үміт еткен халде ораза ұстайтын болатын болса, Аллах Тағала оның ілгергі күнә қателіктерін кешіріп жібереді екен. Бәріміз періште емеспіз. Сенің де, менің де барша адамдардың күнә қателіктері бар. Енді осы ораза сол күнә қателіктерден арылатын қасиетті ай. Соны құр жібермеуіміз керек. Қасиетті ораза айында саған және маған барша мұсылманға атқару керек амалдардың бірі ол Құранды ашып оқу. Себебі осы айда Құран түсірілген. Аллах Тағала қасиетті Құранның 186 аятында былай дейді: "Шахру рамадана лази унзила фихил Qur'an худан линнас ва баййинати минал худа вал фурқан." Сондай ораза айы дейді бұл. Бұл айда адамдарға тура жолды нұсқаушы және де ақиқат пен жалғанды айырушы Фурқан, яғни Құран түсірілді дейді. Егер осы айда оразамен қатар Құран оқитын болатын болсақ, онда мына дүниедегі және жәннаттағы дәрежелеріміз одан сайын жоғарылап, өте орасан зор сауапқа кенеледі екен. Ораза айында атқарылатын 3-ші амалымыз ол дұға тілеу. Себебі бұл ай дұғаның қабыл болатын айы және де көптеген нәрселерді Алла Тағаладан сұрап қалатын өте бір керемет қасиетті ай. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің шарапатты хадисінің бірінде былай дейді: "Кім осы айда ораза ұстап және де ауызашар кезінде дұға тілейтін болатын болса, ол дұғасы кері қайтарылмайды" дейді. Сол себепті құрметті досым, саған және маған барша мұсылман жұртшылығына көптеген жақсы игі істерді істеу бұйырылған негізінде. Бірақ осы 3 амалды біз егер атқаратын болатын болсақ, соның өзінде біз үлкен жетістік, яғни үлкен сауаптарға қол жеткізеді екенбіз. Сол себепті видео ұнаған болса лайк бас, каналға тіркел және де жақындарыңа, өзіңнің жаны ашитын достарың, бауырларыңа жіберіп бөлісуді ұмытпа. Аллах Тағаланың сәлемі, игілігі, рахметі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.